кодексінің 23 бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде өзімді ұсынамын. Баянды әкімі Жексенбай Қадырбек Құдабайұлы, хатшысы ретінде Жұмагулов Асхат Ахатовичті ұсынылады. Қарсылық жоқ па? Аталған азаматтар қоғамдық жұмысына кірісуге рұқсат. Бұл қоғамдық тыңдаудың мақсаты тапсырыс беруші Кемал дара кәсіпкер жаңа айтылған мұнайлы ауданындағы 385 км кен орнынан қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған тау-кен жобасын қоғамға таныстыру және хабарландыру болып табылады. Жобаны жасақтаған Ақтау геоэкосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі баяндама жасауға 10 минут, қосымша сөйлеймін деушілер болса 3-5 минуттан беріледі. Келсеңіз ба? Осы регламентпен келсеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенті бірауыздан бекітілді. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндамашы тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшсек. Онда сөз сізге беріледі. Ассалаумағалейкум отырғандары. Бүгін енді сіздердің құзыреттеріңізге қарауға 385-ші километрде тұрған кен орны құм қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған тау-кен жоспары. Бұл Ақтау қаласынан 14 километр жүрдік, солтүстік батысқа қарай. Негізі 385-ші карьер, бұл енді 383-ші карьермен екеуі бұл 1968 жылы кезінде қорлары бекітіліп, мемлекетке кірген осы кен орны ретінде ашылған болатын. Екеуі бір протоколмен шыққан, 89-ші протокол 68 жылы жасалынған. Бұл осы Маңғыстау регионында жалпы өндіріс көлемі артқаннан кейін кезінде теміржол мәселесі, немесе осында құрылыс мәселелеріне кезінде жасақталған карьерлердің біреу. Осында 385-ші карьер енді қазір бұл кісілердің құзыретіне тиетін 197 гектар жер, 197 гектар. Соның қорларын қайтадан есептеп, бұл кісілерге қазір мына тау-кен жобасын бізге тапсырыс беруші осы Кемал дара кәсіпкерге біз бана ұсыным жасап, одан кейін енді экологиялық кодекс бойынша сіздерге бағанағы ұсынамыз. Қарауға ұсынамыз. Яғни бұл осыдан бір ай бұрын осы мына бақ системасының барлығында да осы жоба жүр. Қазір мына Zoom системасында тұрған мына жерде Базарбай Сабина деген қызымыз бар. Осы сараптама бөлімінің басшысы, Маңғыстау облыстық табиғатты қорғау басқармасының осылай жылдың бастығы. Бұл жерде енді жаңа бір ай бойына осы тақырыптарда бәрінде тігілген, көрсетілген. Осыған дейін мына Кемаловқа не болмаса біздің тарапымызға ешқандай да бағанағы ұсыныс пікір не болмаса сұрақ қойылған жоқ. Мекеменің жасаушы мекеменің аты Ақтау геосервис деген директоры мен Жұмағұл Асхат Ахатұлы. Осы мына жобаны сіздерге қазір барынша түсіндіреміз. Ары қарата бағана сұрақтарыңыз болса қойып жатарсыздар. Бұл жерде енді сол 385-ші карьерді бөліп алып есептегендегі саны 4.849.000 куб құм қиыршық тас қоспасы бар. Оны енді соны тек қана біз 10 жылға жасап отырмыз. Экология кодекс және жер қойнауын пайдалану және жер қойнауы деген кодекс бар. Сол кодекстің 204 статьясы бойынша біз мынаны 10 жылға жасап план орнатылып отыр, тау-кен жобасында 10 жылға жасалған, орнын артыққа жасалмайды. Сол 10 жылға 25 мыңнан алғанда 250 мың ғана топырағын ғана өндіреміз деген есеп бар. Қалған ғана запасы, қалған ғана қорлары келесі бағанағы қоншылыққа тағы да ұзарту мәселесі туындаған мезгілде, сол мезгілде алып береміз деген есеп бар. Бұл жерде енді 10 техника ғана өндіріс жұмыстары кезінде қарастырылады. Сол 10 техниканың 6-ы самосвал, сосын 2 погрузчик бар, бір бағанағы бульдозері бар. Сосын осы техникаларды жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін бір КАМАЗ бар, сосын адамдарды таситын КАМАЗдар бар. Егер бағанағы осы кен орны ашыла қалған жағдайда
онда басына бағанағы осының жолы бойынша 2 вагон қойылады, не болмаса бағана административный здание салынады деген есеп бар. Ол жерде бағанағы адамдардың тұруына, сосын демалуына и бағанағы жұмыс жасап тамақ ішуіне мүмкіншілік болады деген пікір. Бұл жерде автономный бағанағы тоқ көзі өздері бағана бөлек дизель электр станциясын қояды, 20 киловаттық. Содан бағана тоғалып, бұл жерде судың мәселесіне келетін болсақ, жерасты сулары кезінде геологиялық барлау жұмыстары жүргізілген кезде бұл жерде жерасты сулары бағана жоқ деп бағана есепталынған. Сосын жер бетінде 20 сантиметрлік өсімдік қабаты бар. Өндіру кезінде осы өсімдік қабатын сырт тастап, ары қарата бағана топырақ, керекті бағана топырақты өздері алады деген есеп бар. Керек топырағымыз көбейсе өзіміз, сол құмтек шықпас қоспасы. Өндіріп болғаннан кейін үкіметке тапсыру мәселесі жөнінде басқа да бағанағы бұдан басқа тағы да жоба жасалынады. Ол жобамен сіздерге тағы да айналып келеді. Мына қазіргі жасалып отырған Тау-Кен жобасы, ол 10 жылға салынған бұл құзыретті орынға ертеңгі күні сіздердің бағанағы осы жерге қатысқандығыңыз жөнінде, не болмаса келіспегендеріңіз жөнінде сол хаттама толтырылғаннан кейін ары қарата құзыретті органға жіберіліп, одан ары қарата бағана бұл кісілерге өндіруге арналған лицензия алу мәселесіне келіп тоқталынады. Содан кейін бағанағы жерді рәсімдеу, өндіру мәселелері 10 жыл бойы жұмыс жасайды. Бітіп қалып жатса қайта бағана сізге келу мәселесі. Бұл жерде енді бір сметалық жұмыс жасайды деп отырмыз. Сол бағанағы 10 техникадан 10 адам, сосын 5 бағанағы қызметкер болады. Сол жерде оның ішінде бағанағы басшысы бар, механигі бар. Соларды 15 адамда жұмыс жасайды деп отырмыз. Қалған бағанағы шығарылымдар, не болмаса бөлімдер, бұл жерде енді барынша бағанағы техникалар, бұл жерде көзіміз көріп жүрген техника болғаннан кейін біз бұл жерде бағанағы жобаны жасаған мезгілде адами фактор бұл жерде бағанағы есептеу мәселесіне немесе цифрлық бағанағы көрсеткіштерге ешкім бағана бұған қатыса алмайды. Себебі деген біз бағана техниканың сипаттамаларын, характеристикасын енгізген мезгілде эра деген система өзі бағана есептеп шығарып береді бағанағы бөлінісі шығынысы қандай екенін. Бұл жерде енді жылға тонна көп деп айтамыз ғой, жылға бөлінетін 0,49 тонна деп отырмыз. Сосын 34 мыңдай жалпы бағанағы осы 10 жылдың ішінде 34 мыңдай шығындар бар. Бұл жерде оның бәрін енді келісіледі, болашақта негізі мына лицензия алынғаннан кейін келісім шартқа отырылып, осы жерде жүрген ландфилл болуы мүмкін, болмаса мына төменде тұрған тағы да бағанағы қатты қалдықтарды қабылдайтын мекемелер бар. Соларға келісім шартқа отыру арқылы сол кісілерге тапсырылады деген есеп бар. Сол 15 адам жұмыс жасайтын болған жағдайда бұл жерде нормативтік мөлшер бойынша 30-50 литр суткасіне су пайдаланады дейтін болсақ, сол бағанағы судың көлемі бәрі де осы кен орнының басына алып келініп, бағанағы ержебекі емкістерге құйылып, сол жерге сақталынып, керек суды сол жерден алынады деген есеп бар. Бұл жерде енді самый өте бағанағы халыққа техникалар өзінен бөлінді, не болмаса шығындар болмағанмен де бағанағы шаң мәселесіне келіп тірелетін болса, мысалға завойда не болмаса бағанағы осы техникалардың кіретін шығатын мәселелер туындаған жағдайда әрбір бағанағы 1 квадрат жерге 5 литрден су себіледі деген есеп бар. Бұл енді проекті бойынша 1 рет деп жазылған, бірақ енді 2 рет немесе 3 рет себілетін күн жел эрозиясы қатып соққан мезгілде де ол мезгілде бағанағы көбірек суды пайдалану тағы да есептелінген. Судың мәселесі бұл жерде артығымен қойылған. Су енді 14 куб жылға алынады деп отырмыз, питьевой суды, сосын 64 кубтай бағанағы технический су бар деп отырмыз. Ол енді тек бағанағы бір пайдаланған мезгілде. Қайтадан 2 рет 3 рет пайдаланатын болып жатса, ол күнде тағы да оларды судың мәселелерін алу проблема бола болмас, осы жерден тағы да келісімшартқа отырылады деген жағдай бар. Сол сияқты мына карьерге кіргенде шыққанда осыны шаңдатпау шараларының бірі тағы да осыны жобаның ішіне жасалып, үлкен бір бағанағы сулы емкістер жасалынып, ол бағанағы водяной ванна деп айтамыз, су ванналар, техникалар кіріп тарқалған шығып тарқалған мезгілде сол бағанағы сулы ванналардың үстіне өткен мезгілде суды барынша мейлінше бағанағы шаңды болдырмау немесе азайту мәселелеріне туындайтын шаралардың бірі деп осыны жобаға енгіздік. Осындай жағдай енді бағанағы қалған өндірілмей қалған тағы да топырақ көлемдері болатын болып жатса, ол енді болашақта тағы да лицензияны тағы да ұзарту мәселесі туындайды. Ол енді құзыретті орган тағы да шешеді оны. Осы бағанағы карьердің жалпы қазіргі жағдайда ашылуы, бұл енді бағанағы осы жерде құрылыс саласының қазір енді биыл келесі жылдар енді қайдан білген, биылда экономический кішкене ғана кризис тоқтады, үй тұрған еді, бұл кісілер қазір соны алып ары қарата жасаймыз деген тірліктер бар. Осыған дейін
осында лицензияны бұл кісілер қалған мезгілде оған енді болашақта подписной бонус деп аталады. Сол бағанағы төлемдер бар. Сосын мына региондарға, осында жергілікті жерлерге төленетін тағы да басқа да бағанағы салықтар төлемдері бар. Бұл бағанағы әлеуметтік қорғау халықты. Сосын жердің налогтары өндіргеннен кейін оның әрбір бағанағы кубометріне төленетін тағы да бағанағы салық кодексі бойынша төленетін тағы да нелер бар, төлемдер бар. Осындай мен сіздерге жалпы түсінік бердім. Осы мына кен орны жөнінде сұрақтарыңыз болса қоя беруге болады. Енді менде сұрақ бар. Ертең бұл жаңағы мына жолмен тасымалданады ғой. Қалаға барады, үйге барады. Жолды күру мәселесі қалай шешіледі? Ол ертең мына баянды 16-шы разъезден бері қарай үйге шығады. Үйге ол шаңиды, оған жаңағы су шашу қарастырыла ма? Сол жерде сол мына ертең істейміз, ертең оны карьерден мына жолға дейінгі мәселелер қарастырылған. Карьерден ішке, карьерден шыға берсін жолға дейін қарастырылған. Ал енді мына асфальт жолдың бойын тегістеу мәселесі бұл негізі біз негізі осы мына жоба жасақтау бағытында көптен бері жүрміз. Енді оны келісімге келістіріледі. Ол кісілер мына бұл жерде представительдер отыр. Ол кісілерден сұрасаңыз болашақта негізінен ары қарата осы кісілер техникасын беріп ары қарата көмектеседі деген есеп бар. Ол кісілерге қойсаңыз болады бұл мәселені. Иә, түсінемін. Мына түйісуіне көрдідағы жол ертең күні үлкен грузды машиналар жүреді, оны күнде тегістеп отыр, күнде бұзып отыр. Бірақ бүй тұрған бетте бұл кісілер енді осыған дейін де жер қойнауын пайдаланумен айналысады. Осы мәселелер басқа да халықтың мәселелері болатын болса өздеріне сұрауға болады. Осы жерде осындай дара кәсіпкер Кемаловтың өзінің представительдері бар. Соған қоя берсеңіз бар. Жоба жөнінде маған қойыңыз. Егер ұйымдастыру мәселесі болатын болса осы сұрауға болады. Нақты нүктесі қай жерде керек? Нүктесі осы жерден 14 километр жерде деп тұрмыз. Мына 16-шы карьердің асып кеткеннен кейін 380-нің жоғары жағында тұр. 380 ескі ғой. Соның қасында. Қашанда 16-та ғой. 16-ның жоғары жағында айналған. Бейттің үстінде. Екінші сұрақ, мына жеке кәсіпкердің жалпы мекенжайы қай жерде орналасқан? Жоқ, тұрғылықты жер ИП қай жерден ашылған? Тіркелген Маңғыстау іште. Хорошо. Баяндамашыға ұсыныс пікір сұрақ сөйлеймін дейшілер бар ма? Жол мәселесі болмаса, сосын шаңытпаса. Иә, бұл мәселе бар бұл бұрыннан да итак ашып тұру. Ауылдың маңайлары ғой. Жолда жаңа мал ауылдары бар. Қазір негізі осы мына 16-шы разъезде 33 километрдегі карьерлердің көбі қазір болды ғой. Енді бір-екі карьерлер жұмыс жасап, бір карьерлер жұмыс жасап жатқан шығар. Әсеттікі енді сосын. Әсеттер басқа жол жасамайды. Басқа беткілер шығар. Өсілерді енді осыған дейін таушы жағында жұмыс жасап жатыр. Осында жер қойнауын пайдалану, үкіметке бөлінетін қаржы мәселесіне, болмаса салық мәселесі жөнінде осыған дейін ешқандай сұрақ болған жоқ. Ары қарата ғана өздерінің мына лицензиялық обязательство деп айтамыз ғой, мойнына алатын тағы да міндеттемелер орындайды ғой. Сосын дополнительный тағы өздерінің сұрақтарыңыз болып жатса, әкімге шығып, прямой бағанағы метрополитеннің өзімен жер қойнауын пайдаланушымен келісіп жұмыс жасап, сұрақтарыңыз қойып болады. Көп жерлерде бұл мәселелер негізі осындай обоюдный келісімге келіп жол салып отырғандар осында Батыс Қазақстан бойынша біз жұмыс жасаймыз. Жол салып отырған үлкен компаниялардың ішінде жүреміз. Ол кісілерде мысалы бір жерде су шайып кетеді, бір жерден тағы бірдеңе. Сол мезгілдерде бағанағы жер қойнауын пайдаланып бұл жерге көмектеседі. Ауылға керекті топырағымызды ала аламыз ба? Аламыз. Оны өздеріңіз сөйлесіңіздер ғой. Өздеріңіз алып сатуға болмағанмен де жеке пайдаланып ауыл үшін ғой, жол үшін. Сату
тартууга керек болатын болсо бул жерден насиптелерди ала беребиз, анчейди ала беребиз. Насип сау болсун, баягы көрөсөт. Ошого көмөктөшүп аткан жигиттин бири болду. Жазбы, баарында бир оозбурчулук болсо жакшы болот деп, жөнөкөй карай берем. Оозбурчулуктун жолун жасаса жакшы болот, жалгыз асет сылпыйта жүрүп, постоянно байкайбыз. Басқа бәрі біткен сол әсет қалып тұр қазір осы жердегі отчеттардың бәрін жасағым келеді. Проекттерін жасағым да жобасын келеді. Мен көріп отырмыз осы жалғыз үлкендеу площадьда сол қалып тұр. Басқа ешқандай қой. Болмайтын да жағдай бар. Себебі ол жерде 3-4 адам жүр ғой. Крестьянский соның ішінде. Әсет сол жалғыз болып. Жалпы әсет болмай кім болады? Бұл жердің Солай ғой. Солай ғой. қысы жазы әсеттен басқа ешкім шығып жатқан жоқ. Емірге де көмектеседі. Міне аққа да көмектеседі. Кім сол жерде жүрген жүретін жол барлығына ортақ. Барлығының ауыр көліктерінің бәрі сол жерден жүреді. Сол үшін барлығы бірлесіп ауылда жүрген жасаса бәріне де жетеді. Біздей мекеме Емройдың өзі қажы болды ғой, қажетті. Кім жасағысы келмейді? Сол кісілердің енді өздері мұнайды атасын одан топырақты атасын одан правильно мұнай шығарады. Біз емесін етеді ғой. Топырақ келетін адамға дейсен дейміз. Үлкен рахмет. Көңілдеріңізді білдіріп, осындай ғана көзқарастарыңызды білдіріп келіп жатқандарыңызға сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Ары қарата енді төраға үлкен рахмет айтамыз. Осындай уақытынан осы жерге келіп сіздермен халықпен кездесіп отырғанымыз. Ары қарата өз айта аламыз. Басқа сұрақ жоқ болса, қоғамдық тыңдау өтті деп есептейміз, онда санаймыз. Қоғамдық тыңдау қорытындысы бойынша хаттама жасалады. Онда бүгін мәселе бойынша ұсыныстар мен жаңа айтылған ескертпелер ескеріледі. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Сұрақ нелер жоқ қой. Онда қоғамдық тыңдау жабылды. Рахмет, сау болыңыздар. Мына қатысқандар